Достар, сіздермен бірге өте оңай кез келген тамаққа тез арада жасап жіберетін салат дайындайтын боламыз. Ең алдымен капустамызды жақсылап жуып тазалап, турап аламыз. Өз қалауларыңызша турайсыздар, ұзыншалап немесе осылай кубиктап турасаңыздар да болады. Келесі сәбізімізді теркадан өткіземіз. Қиярымызды ұзыншалап тураймыз. Барлығын өз қалауларыңызша турай берсеңіздер болады. Егер майда болғанын қаласаңыздар, майдалап тураңыздар. Қызанағымызды қосамыз. Сарымсағымызды тураймыз. Сарымсақты өте майдалап турасаңыздар болады, немесе үлкенде оқып турасаңыздар, салаттың ішінде үлкен болып білініп тұрады. Келесі болгар бұрышымызды қосамыз. Одан соң қызыл бұрышымыз, қара бұрышымыз, тұз, паприка, кориандр қосамыз. Қатты қыздырып, сұйық майымызды қосып, ең алдымен май ыстық болған үшін қасықпен араластырып аламыз. Одан соң қолмен араластырамыз. Біз бұл жерде ең бірінші жаңағы капустамызды турап алған соң тұз қосып, жақсылап мыжып алсаңыздар да болады, бірақ мен олай мыжбадым. Егер мыжып алсаңыздар, капусталарыңыз кішкене жұмсақтау болады, ал менікі кітірлеп тұрды. Сонан соң салатымыз дайын болады. Тарелкемізге салып, кез келген аспен қосып жесеңіздер өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте оңай әрі тез, өте дәмді болып шығады. Видео ұнаса каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын, сіздермен бірге болған Назым.